Саламатсыздар ма, 3-ші сынып оқушылары? Математика сабағы 144-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы ақиқат немесе жалған пікірлер құру. Сабақтың мақсаты ақиқат немесе жалған пікірлер құру. Пікірлердің ақиқат немесе жалған екенін анықтау. Балалар, алдымен пікір дегеніміз не? Соған назар аударайық. Пікір деп ақиқат немесе жалған екенін тұжырымдауға болатын мағынасы бойынша аяқталған сөйлемді айтамыз. Пікірлер ақиқат пікір немесе жалған пікір болуы мүмкін. Мысалы, қар ақ. 2 мен 2-нің көбейтіндісі 4-ке тең. Бұл ақиқат пікір. Ал тау тегіс. 2 мен 2-нің көбейтіндісі 5-ке тең. Бұл жалған пікір, яғни өтірік. Себебі тау тегіс болмайды. Ал 2 мен 2-нің көбейтіндісі 5-ке тең емес. Демек, бұл пікір жалған пікір болып есептеледі. Балалар, енді пікірлердің ақиқат немесе жалған екенін анықтайық. Берілген пікірлерді мұқият оқып, олардың ақиқат немесе жалған екенін анықтаңдар. Мысалы, табиғат аясында демалғаннан кейін қоқыс заттарды шашып кетуге болады. Бұл қандай пікір? Әрине жалған пікір. Себебі табиғат аясында демалғаннан кейін қоқыс заттарды шашып кетуге болмайды. Осы сияқты пікірлердің ақиқат немесе жалған екенін дәлелдеңдер. Келесі тапсырма. Сіздерге сурет берілген. Осы суретті қарап, сурет бойынша пікірлердің ақиқат немесе жалған екенін анықтаңдар. Суретте табиғат аясында демалыс бейнеленген. Ақиқат пікір ме, әлде жалған пікір ме? Анықтаймыз. Суретте отбасының ас үйде тамақтануы бейнеленген. Суретте қыс мезгіліндегі отбасылық демалыс бейнеленген. Табиғат аясында отбасылық демалыс бейнеленген. Осы пікірлердің ақиқат немесе жалған екенін анықтаңыздар. Келесі тапсырма оқулықтарыңыздағы 4-ші тапсырма. Сырым мен Әлия топтағы оқушылардан табиғат аясында қалай демалғанды ұнататындарын сұрады. Олардың жауабын кестеге түсірді. Кестені пайдаланып, ақиқат немесе жалған пікірлер құрастырыңыздар. Мысалы, Айша тауға шыққанды жақсы көреді. Бұл ақиқат пікір. Жандос жидек тергенді жақсы көреді. Бұл жалған пікір. Осы секілді пікірлерді кестенің көмегімен құрастырып, оның ақиқат немесе жалған екенін қасына жазып кетіңіздер. Келесі тапсырма сіздерге берілген сөз есеп. Сөз есептің берілген мұқият оқып, шешуін және жауабын анықтаңыздар. Бұл берілген есептер табиғат аясындағы демалушыларға арналған есептер. Келесі тапсырма логикалық тапсырма. Қорапта 7 шар бар. Олардың 3-еуі көк және 4-еуі қызыл. Қорапқа қарамай тұрып, арасында кем дегенде 1 қызыл шар болу үшін одан неше шар алу қажет? Мұқият ойланып, дұрыс жауапты белгілейміз. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.